Саламатсыз. Саламатсыз. ЕНТ-дан қанша балл жинадыңыз? Я не сдавала ее. Не сдавали? Да. ЕНТ-дан қанша балл жинадыңыз? 72. 72? Все, рахмет. Жүзіңіз. Қызыңыз ЕНТ-дан қанша балл жинады екен? Сұраған керек. 100 жинадым. 100? Шын ба? Шын айтамын. Шын ғой, ә? Баяғыда уже 2020 жылы аяқтап кеткен. Көрсете аласыз ба 100 жинағаныңызды? Ойбой, Егофтан. Бірақ шын ғой, ә? Валахи денші. Ойбай. Қараңыз, 100 балл жинаған адамды жүрік. Және де Margo Flowers'тан осылай 100 балл жинаған қыздарды қуантып жүрік. Міне сізге. Әлпеште бүрсірген. Сіз қазір универде оқисыз? Жоқ, мен бітірдім. Қазір Еуразия бірінші арнасының журналистімін. Өте керемет. Margo Flowers'ты білесіз бе? Білемін, я естідім. Көрдіңіз бе видеоларымызды? Негізі рекқа шығып тұрады. Да? Рекқа шығып тұрса, бізге тіркелгенсіз ба? Мамаңызға гүл беріп қуантық қой, ал сізге қазір тіркелген үшін ақша беріп қуантайық. Жақсы. Тіркелсеңіз, Margo Flowers тексеріп жүрейік. Өкінішке орай тіркелмепті. Тіркеліп қойыңыз, тіркелген үшін де береміз 1000 теңге. Бақандай 1000 теңге. Бақандай. Сондықтан тіркеліп жүргірейік екен, иә? Иә, дұрыс, иә. Тіркеліп жүріңіздер. Рахмет сендерге бауыр. Қуанттық па болса, көтеріліп. Керемет өте. Қазір ауруханадан шығып келе жатыр. Шығып келе жатыр еді, көңіл-күйімізді көтердіңдер. Алла разылығын білдірсін сіздерге. Сіздерге де рахмет, ауырмайық. Контенттерің көбейе берсін. Рахмет. Тіркелген үшін ақшаңызды жіберіп қойып. Ой, бұл. Жоқ, бұл обязательно. Бота дұрыстап тіркеліп жүру керек еді, иә. Мында сонда 1-0 артық болатын еді. Иә, мүмкін. Ботаға жібердік тіркелген үшін. Бірінші қыркүйекке жақсы подарок болды. Болды. Өзім мектепте мұғалім едім. Сатып жүрмін.